Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін өте дәмді болып шығатын сметанник пирогын жасайтын боламыз. Бұл сәтті рецепттердің бірі, бір жасағаннан керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және комментарияда бөлісуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен біз қамырын жасау үшін керек заттарды дайындап аламыз. Бізге ұн, қопсытқыш, шекер, жұмыртқа және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Ұнымыз бен қопсытқышымызды електен өткізіп, бір ыдысқа салып аламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салыңыздар. Оның үстінен қант саламыз және де туралған сары майымызды салып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен қамырымызды үгітілмелі қамыр етіп, яғни крошка жасауымыз қажет. Міне осылай болып шығуы қажет. Оның үстінен бір жұмыртқаны салып, қамыр илейміз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, қамырымыз илеп аламыз және салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Формамыз дайындаймыз. Мен осылай кольцоны қолдандым. Астына фольга төсеп, кольцоны 24 диаметрге қойып, дайындап аламыз. Егер сіздерде қарапайым форма болса, соны қолдансаңыздар болады. Холодильникте тұрған қамырымызды аламыз, екіге бөліп, астыңғы бөлігін дайындайтын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандай етіп жасаңыздар. Барлығын біркелкі етіп жайып аламыз. Оның үстінен екінші қамырымызды алып, жан-жағын жасайтын боламыз, яғни бортики дайындаймыз. Видеода көріп тұрғандай етіп, екі қолымызбен осылай басып шығамыз. Өте оңай, тез жасалынатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Міне бетін тегістеп алып, ары қарай ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Бізге қаймақ қажет болады. Қаймағымыз 20% қаймақ болуы қажет. Оны бір ыдысқа салып дайындап аламыз. Барлық керек ингредиенттерді видеоның астына, яғни описаниеге жазып қоямын. Оның үстінен қантымызды саламыз және де 4 жұмыртқаны салып, оның үстінен ванилин саламыз. Ванилин қолданбасаңыздар да болады. Венчиктің көмегімен 10-20 секундтай ғана араластырамыз. Осы кезде шанышқы қолдансаңыздар болады. Міне біздің салмамыз осылай болып шығады. Жаңағы дайындап қойған қамырымызды алып, осының үстіне барлық салмамызды құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне пештен шыққанда осылай көтеріліп шығады. Пирогымызды алғаннан кейін 2 сағат бөлме температурасында міндетті түрде суытып алып барып, формадан босататын боламыз. Міне формадан босататын кезде пышақтың көмегімен осылай алып аламыз. Пирогымыз дайын. Кесіп көрсетейін сіздерге. Өте жұмсақ, нәзік болып пісті. Дәмі ерекше болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Арасын осылай толықтай пісіп шығады. Қамыры да жұмсақ болады. Бетін осылай шоколадпен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Сіздер жасап көріңіздер және де менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Ас болсын, хош сау болыңыздар.